Жақсы, үшінші бөлімі кеттік. Split пен join. Split пен join ол бөлшектеу және бір-біріне қайтадан жалғау деген сөз, жабыстыру. Split деген кезде бір тұтасты бөлшектеп тастаймыз. Join деген кезде бөлшектеп тұрған нәрсені бір тұтас қылып қайтадан жинап аламыз. Мысалға, менде бір сөз бар деп ойлайық. Строка tag ABC DEF болсын. Енді str split десем, бөлшектеп береді массивке A, B, C, D, E, F деп. Енді соны бір айнымалыға меншіктеп алайын. Менде array ішінде әрбір сан бөлек-бөлек бөлініп дайын тұр. Енді соны join арқылы қайтадан жалғастырсам болады. Егер де joinға аргумент бермесек, ол үтір деп түсініледі. Символдарды үтір арқылы жалғады. Ештеңе бермесек, оның орнына пустой нәрсе берсек болады. ABCDF болады, немесе пробел берсек болады. В общем, қалағандарыңыз жасайсыздар. Join массивтан қайтадан string құрастырып береді, бір-біріне жалғап. Так, енді splitке қайтадан барайын. str split. Splitте мен empty string бердім. Пробелді ойлап қалмаңыздар, ешқандай арасында ештеңе жоқ. Осылай берсем, 6-ға бөліп берді. Ал егер оны бермесем, ABCDF бір тұтас қылып берді. Сплитте бөлшектеген кезде, empty stringте міндетті түрде беріп отырды, ұмытпаңыздар. Енді тек қана empty string емес, енді басқа да нәрселер қабылдай береді. Мысалға үтір. Егер де str-де менде ештеңе жоқ, үтір. Мына жерде үтірі бар сөз болғанда, apple банана. Apple'ді бөлек, банананы бөлек бөліп берді үтір арқылы. Жақсы, split пен join осыны айтсам жеткілікті, басқа айтатын қызық ештеңесі жоқ. Так, reduce және reduce write. Reduce деген негізі өте жиі қолданылатын функциялардың бірі. Бір рет түсініп алсаңыздар болды. Reduce деген ол көп элементтердің бойымен әрбір элементке тоқтап бірдеңені жинақтап шығу деген сөз ғой. Мысалға, numbers менде бар болсын. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бірден 10-ға дейінгі сандар бар. Енді осының суммасын шығару керек маған. Суммасын шығару үшін мен не істеймін? Numbers'ты аламды, reduce жасай. Reduce жасаған кезде callback берем. Callback функция қандай аргументтерді қабылдайды? Так, ол қабылдайды аккумулятор және item. Так, ак деген не? Осы мен жинақтап келе жатқан нәтиже. Жинақтап келе жатқан нәтижеге итемді мен қосып отыруым керек. Ак плюс итем. Так, ретурын жасап отырамын. Және initial value деген ең бірінші кіріс мән. 0-ді берем. Өйткені нөлді бермесем, ол басқа не беріп кетеді. Басқа мән беріп кетеді. Так, мына жерден намды алып тастайыншы, сумды алып тастайын. Так, мына жерде егер 0-ді бермесем, осы қазір 55 шығарып тұр. Неге? Өйткені санға санды қосып отқан кезде ғана. Санға санды қосып отқасын ғана осылай болып жатыр. Мына жерге ештеңе бермесем, 0 деп қабылдайды. Бірақ бұған нақты көрсетіп, бітіп 0-ді беріп отқан дұрыс, солай код жазған дұрыс, түсінікті болып отырады. Initial value'ды әрдайым көрсетіп отқан жақсы. Так, енді reduce write деген не? Reduce write деген тура осы. Reduce write. Бірақ айырмашылығы reduce деген солдан 10-ға қарай жинақтайды. Reduce деген солдан 10-ға, reduce write деген оң жақтан бастайды, солға қарай жинақтайды. Так, оны біз былай көрсетіп қойсақ болады. Мына жерге console log деймізді, итемді шығарып отырамыз. Current.
итем деп шығарып отырамыз. Міне 2, 3, 4, 5 деп 10-ға дейін жинақтады. Ал егерде reduce right болғанда не істеуші еді? 9, 8 деп 1-ге дейін жинақтап жатыр. Жақсы. В общем, осылай. Так. Current неге? Так, 10 қайда менде? Так. Менде 10 бар. Жаңағы жерде мынау шықпады. Current right итем. Reduce right деген кезде current шықпады. 1, 2, 3, 4, 15, 21, 28, 36, 45, 55. Бірақ оны есептеп тұр. Қызық. Ну, жарайды, оны кейін түсіне жатармыз тағы да. Так. Reduce right кетті. Енді келесіне бар айтатын. Array is array. JavaScript'те массивтің массив екенін тексеру үшін type of деп тексеруге болмайды. Так. Type of деп массивті берсе, оны object деп қайтарады. Өйткені жалпы массив деген ол object негізінде. Object'тің бір түрі да. Type of деп object берсе, оны да object айтады. Енді мына массивтің массив екенін анықтау үшін array деген кластың бойында is array деген статический функция бар. Соны қойып тексереміз. True қайтарады. Мынаны берсек false қайтарады. Жақсы. Так, мынау қызық емес. Итого. Қорытындысы push, pop, shift, unshift айтылды. Массивке элементтерді қосу және қиып алу. Splice айтылды. Массивке жаңа элементтерді қосу немесе бір элементтерді өшіру. Slice массивтен бір бөлігін көшіріп алу. Concat массивтерді біріктіру. Index of, last index of массивтің бойында қандай да бір элемент бар болса, соның индексін қайтарады. Жоқ болса, -1 қайтарады. Includes элементтің индексін қайтармайды, просто бар ма бар, жоқ па жоқ деп айтады. Find пен filter екеуі әуелі find пен index of-тың айырмашылығын айту керек. Index of нақты мән бойынша жұмыс жасайды, ал find ол callback бойынша жұмыс жасайды. Сол callback'ті орындаған, сол true қайтарған бірінші элементті алып береді find. Ал filter сол шартқа сай барлық элементтерді массивке салып қайтарады. Фильтрдің нәтижесі әрдайым массив болады. Ал find таппай қалса undefined қайтара салады. For each массивтің бойындағы әрбір элементке тоқтап өту. Map ол да дәл солай, бірақ әрбір элементке тоқтаған кезде жаңадан бір объект құрып отырады және жаңадан құрылған объектілер элементтердің несін қайтарады. Массив қылып қайтарады соларды. Сорт массивтегі элементтерді сорттайды, по умолчанию string ретінде қарастырып сорттайды. Reverse басынан аяғын ауыстырып тастайды, теріс айналдырады. 1, 2, 4, 5-ті 5, 4, 3, 2, 1 қылып береді. Split join бөлшектеу және қайттан қосу, reduce аккумуляция, жинақтап шығу, array is array, берілген айнымалының мәні массив па әлде жоқ па соны анықтап береді. Мынау жалғыз дұрыс жолы JavaScript'тегі. Андай type of арқылы тексеруге болмайды массивті. Жақсы. Так, field'ді өтпеппіз ғой. Жарайды, field'ді кейін өтерміз. Или осы қазір айта салайын, fill деген толтырып шығу деген ғой үшін. Біз массивті екі түрлі құра аламыз. Осылай құрсақ болады, немесе new array деп құрсақ та болады. Так, енді new array алып fill десек те болады. Так, new array деген кезде біз мына жерге 5 деп берсек болады. 5 десек, ол кезде массивтің ұзындығы сразу 5 болып шығады. Array length тең 5 болады. Так, 5 дегеннен кейін fill десек болады, сөйтіп 3 десек болады. Сонда ол не деген сөз? Жаңада массив құр, оның ұзындығы 5 болсын, және 3-термен толтырып шық. Мына жерде қарасаңыз, 3-пен толтырылған 5 элемент тұр. Так, fill деген осы. Так,
Так, мыналарды уже кейін өтерміз. Задачалар шығарып көрсеңіздер болады. Осымен массивке основной сабақтар осымен бітті. Келесі тақырыптар қандай бізде? Перебираемый объекты дейді. Перебираемый объекты, символ итератор. Жақсы, келесі видеоларда айта жатармын қандай сабақ өтетінімізді.